Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін біздер келесі бір дәрісімізді бастағымыз келеді. Дәрістің атауы Қодан тайшы, Қарақшақ Қобландта нең бар еді құлыным. Бұл енді атақты мәтел сөз. Қарақшақ Қобландта нең бар еді құлыным деген осы Қодан тайшы айтты деген сөз қазақ арасына кең тараған. Адамның қолына келмейтін істі бастағанда, немесе сол бастаған сәтсіз аяқталғанда қазақ баласы осы бір сөзді мысалға алады. Қарақшақ Қобландта нең бар еді құлыным деген сөзді кезінде біздің ұстаздарымыз да осы сөзді айтатын еді. Филология мамандығына келіп, оқиама жүрген балаларға, сауатсыз балаларға, диктант жазамайтын балаларға, шығарма жазамайтын балаларға біздің бір ұстазымыз айтатын еді: Қарақшақ Қобландта нең бар еді құлыным деп. Сол секілді бұл кең тараған сөз. Бұл сөздің авторы жаңа айтып өткендей Қодан тайшы. Бұл Қодан тайшының атақты жоқтауы. Бұл сөзді біздер Шәкәрімнің түрік қазақ хандар, түрік қырғыз қырғыз хан хандар шежіресі кітабынан көре аламыз. Мұхтар Мағауиннің алдаспанында бұл жыр келтірілген. Бұл жоқтаудың қысқаша нұсқасы мынандай. Бұған арналған, бұл жоқтаудың шығуына арналған сюжет те бар. Ол сюжет бойынша Қарақшақ Қобланды мен арғынның Дайыр қожа немесе Ақжол би деп аталып кеткен биі, батыры, атақты кісісі бір сұлу қызға таласып, содан Қобланды батыр бір оңаша жерде кездескенде Дайыр қожаны өлтіреді. Міне сол Дайыр қожа өлген кезде әкесі Қодан тайшы Қарақшақ Қобландта нең бар еді құлыным, 80 асып таянғанда 90-ға тұра алмастай үзілдіме жылыным. Қарақшақ Қобландта нең бар еді құлыным, адасқанын жолға салдық бұл ноғайлауының, аққан бұлақ жанған шырақ жалғыз күнде құрыдың. Қарақшақ Қобландта нең бар еді құлыным деп жоқтау айтқан дейді. Не осы оқиғадан кейін қазақтың хандары Керей мен Жәнібек Шайбан Әбілқайырдан бөлініп қазақ хандығын құрды дейді. Міне бір оқиғамен біздің фольклорда қазақ хандығының құруын осылай бір оқиғамен баяндап береді. Бұл аңыздың жаңа жеткен нұсқасы, жаңа айттым, Шәкәрімнің шежіресінде бар. Жалпы бұл Қодан деген есім арғын тайпасының арғатасы деп есептелінеді. Қодан немесе Құтан бұл әнші, жыршы болған кісі, ақын болған кісі деп аталады. Ал бізді арғындардың арғатасы кім дегенде осы Қодан немесе Құтан тайшыдан, Құтаннан тарататын аңыздар бізде бар. Міне енді осы мәселе қаншалықты тарихи шындыққа жақын. Сол мәселені бүгін біз сөз еткіміз келеді. Біріншіден бұл жерде тұлғаларды алайық. Қарақшақ Қобланды деген кісі бұл эпос қаһарманы, қазақ арасына, бүкіл түркі жұртына кең тараған тұлға, эпос қаһарманы, батырлық жырдың кейіпкері. Бұл жырдың шығу тегін Әлихан Бөкейхан, атақты Әлихан Бөкейхан 14-ші ғасырдағы Алтын Орда мен Иран патшалығының арасындағы соғыс қақтығыс кезінде сол оқиғалардың елесінен беретін эпос деп бағалайды көне тегі.
кейінгілерде бұл кейінгі оқиғаларда бұған жармасқан. Бұл мысалға Қобыландының Қазан қаласын барып алып жүріп, мұсылмандардан Қазан қаласын мұсылманға қайтарып, соны кәпірлерден тазартып жүргені. Бұл 16 ғасыр, Қазан хандығы 16 ғасырда құлаған болатын, Иван Грозныйдың кезінде. Сондықтан біздің бұл эпос қаһарманының түп негізі Қобыландының сол 14 ғасырдағы оқиғалардың негізінен туған жыр деп есептейміз. Бұны Ноғайлы жұртында эпосын зерттеп жүрген Сейкалиев деген эпостанушы бар. Ол да осы 14 ғасырға меңзейді. Мұхтар Әуезовтің зерттеулерінде де осы Алтын Орда мен Иран арасындағы оқиғаның жаңғырығы деген мәселені қозғайтын тұсы бар. Жалпы біз енді эпостануда керемет Проф деген, Веселовский деген кісілердің жаңағы мықты зерттеулері болды. Өкінішке орай кейін біздер осы тарихты айтқан кезде аңыздарға байланыстырып, немесе эпос қаһармандарын тарихи оқиғаларға сүйрелеп жүрген кезімізде сол зерттеушілердің еңбектерін еске алмайтын кезіміз бар. Сол эпостанушылардың бәрінің айтатын бір несі, эпос сюжетінде көп қабаттылық бар. Яғни бірнеше ғасырлардың ізі, немесе бірнеше ғасырлардың оқиғасы эпосқа былайша айтсақ жалғана береді, немесе жамала береді. Жыртық жамалғандай жамала береді. Сөйтіп көп қабаттылық, многослойность дейді, көп қабаттылық түзеледі. Осының бәрі ол эпостың өзінің фольклорлық шығарма ретіндегі табиғаты. Міне осы тұрғыдан келгенде эпос қаһарманы Қобыландыда мінекей Алтын Орда мен Иран патшалығының арасында, Иран хандарының арасындағы соғыстың, қақтығыстардың ізі бар. Одан кейін Орыс империясы Қазанды жаулап алған оқиғалар бар. Бұдан кейін әрине қазақтың өзіне келген кезде ол Қобыланды қалмаққа қарсы жаңағы күресіп жүрген қазақтың батыры болып саналады. Осы эпос қаһарманын біздер жаңағы былайша айтсақ фольклорлық тарих оны қазақ хандығының құрылу себебіне түрткі болған оқиғаға апарып тірейді. Сөйтіп бұл біздің бір әдемі, бір сюжетті, бір шығарма дүниеге келген. Кезінде Әлихан Бөкейхан айтқан болатын, мынау Қарақшақ Қобыланды мен Арғында Дайыр Қожаның былай бір-бірімен араздасып жүргені жаңа қызықты мәселе деп айтқан болатын. Бұл нәрсе бүгінгі күннің бір сол қазақ хандығындағы, қазақ арасындағы, ру тайпа арасындағы бір өкпе реніштердің бір көрінісі ретінде сипатталатын жазады. Ал енді Қарақшақ Қобыландыны осылай бір айқындап қояйық, оны көп айтудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Көпшілікке белгілі Қарақшақ Қобыландының эпос қаһарманы екендігі. Екінші мәселе Қодан Тайшыға келейік. Мінекей жаңа сөзімнің басында айтып өттім, Қодан немесе Құтан деген кісіні Арғын руының арғы тегі деп атайды. Осы Құтаннан тарайды. Бұл мынау Алаша хан туралы аңызда да жүр. 300-дің басын біріктірген кезде Майқи осы Қоданның баласы, Құтан дейді, Құтанның баласын, жаңағы Алшынның баласын, сосын өзінен туған Үйсіннің баласын Алашаның алдына жинап беріп 100 жігіттен, сөйтіп 300 қазақты құратыны бар. Бұл жерде Қодан деген кейіпкер жүр. Енді Қодан деген кейіпкерді қайдан түп негізін қарайтын болсақ, бұл Моңғол Шыңғысхан тұсына барамыз. Шыңғысхан тұсында Құтан деген, Қоң Құтан деген ру бар. Қоң деген сөз енді үлкен дегенді білдіреді. Осы Қоң Құтан руына қатысты, біз қазір сөзімізде оны келтіреміз, Қоң Құтан руына байланысты айтылған сюжеттік оқиға да бар.
Қоңқұтан руынан шыққан меңлік ешкіге қатысты айтылатын сюжет бар, оны сөзіміздің барысында келтіреміз. Ал енді екінші Дайыр қожаға келейік. Бұл қандай кісі? Дайыр қожа деген сөз міндетті сөзсіз айтқанда екі бөліктен тұр деп айтуымызға болады. Бірінші бөлігі дайыр, екінші бөлігі қожа. Біздің пайымызша қожа бұл кейінгі заманда қосылған қазақ халқы мұсылманданы жаңағы қожаға қол берген кезінде, қожадан пір алған кезіндегі нәрселердің, оқиғалардың жаңғырығы деп ойлаймыз. Себебі Арғын руының несін айтқан кезде, шежіресін айтқанда осы қожа жүр. Қожа келіп, жаңағы құт келіп, одан балалар туып, бұның барлығына қожа деген есімді қосып береді. Бұл енді қазақтың бергі тарихындағы айтылып жүрген, немесе бергі тарихындағы оқиғалардың жаңғырығы фольклордағы. Ал енді Дайыр деген түбірге келетін болсақ, Дайыр бұл Шыңғыс ханның заманында мыңбасы болған кісі. Бұл Қадырғали Жалайырдың шежіресінде де жүр, Жамиат Тауарихта да жүр Дайыр деген мыңбасы. Дайырдың арғы тегі бір қызығы, мінекей осы жерде көп нәрсеге біздер зерттеушілер назар салу керек деп ойлаймын. Дайырдың арғы тегі Қоңқұтан руынан. Сонда Қодан-Тайш, біздің айтып жүрген Қодан-Тайшымыз Қоңқұтаннан, Дайыр қожада Қоңқұтан руынан. Бұл моңғол шежіресінде, моңғол деректерінде, моңғолдың құпия шежіресі атты кітапта тұр, ашып қарап қызыққан кісілер оқуларына болады. Енді сол Қоңқұтан руынан тарайтын Меңлік Ечке деген кісі келді. Меңлік Ечке дегеніміз Меңлік әке деген сөз. Меңлік Ечкенің оқиғасына келейік. Сосын осы оқиғаны Қара Қыпшақ Қобыланды оқиғасымен салыстырамыз. Бұл Меңлік Ечке деген кісі Шыңғыс ханның әкесі Темучиннің әкесі Есукейдің жанында болған кісі. Есукейді татарлар у беріп өлтірген кезде Есукей осы Меңлікті жұмсап Темучинді әкелуге аттандырады. Және өзінің өлер алдында, Есукей өлер алдында Меңлікке өзінің отбасын, балаларын аманат етіп кетеді. Сөйтіп Меңлік Ечке Есукейдің аманатына адал болады. Балаларды өсіп бағып қарайды, жесірге қарайды. Сөйтіп бұл Меңлік Ечке Шыңғыс ханның тұсында үлкен беделге ие болады. Шежірелер жазады, тарихи шежірелер. Меңлік Ечке Темучиннің немесе Шыңғыс ханның оң жағында отырар еді дейді. Міне осы Меңлік Ечкеге байланысты Шыңғыс ханның тарихында бір оқиға бар. Онда Меңлік Ечкенің Теп-Теңір деген баласымен Шыңғыстың Отжеген деген інісі екеуі қақтығысып қалады. Екеуінің арасында өшпенділік болады, екеуінің арасында бір ерегіс болады. Соның бір күні Меңлік Ечке өзінің балаларымен бірге Шыңғыстың ордасына келеді. Сол ордасына келіп, ала-қотан отырған кезінде Отжеген Теп-Теңірмен күресе жөнеледі. Үйдің ішінде, орданың ішінде. Сосын Шыңғыс хан айтады, шығыңдар бұл жерден, сыртқа барып күресіңдер дейді. Сөйтіп, екеуі сыртқа барып күреседі, бір кезде Отжеген қайтып келеді. Отжеген қайтып келеді айтады, өзі бір жаңағы күреске тоймайтын кісі екен, күрестің тәртіптерін сақтамайтын кісі екен дейді. Сол кезде Меңлік Ечке баласы Теп-Теңірге бір нәрсе болған сезеді. Өйткені Отжеген оның моңғолдардың әдісімен жаңағы мойнының омыртқасын үзіп өлтіреді. Жігіттермен бірге сыртқа шығарады да, мойын омыртқасын үзіп өлтіреді. Моңғолдың әдісі дейді. Содан жаңағы Меңлік Ечке бір енді баласының басына бір
кайгылуу окуянын сезип билип сол жерде жаңағы от чегін алып баратканда теп темірді сыртқа алып баратканда оның малақай бас киімі түсіп қалған болатын. Сонда соның малақайын немесе бас киімін ұстап отырып Меңлік әкей былай дейді: тайыр еткенді томпақтай болған кезден, теңіз дариялары бұлақтай болған кезден бірге қайнасқан едім дейді деп осындай бір жоқтап айтады. Сонда бұл айтып отыр, Меңлік Ечке нені меңзеп отыр? Меңлік Ечке айтады, мына бала кезінен жаңағы білетін едім. Бала кезінен білетін едім деп Шыңғысханды айтып отыр. Өйткені Есукей өліп баратқанда осы отбасын тапсырып кетті ғой Меңлік Ечкеге. Теңіз дариялы бұлақтай болған кезде ерте заманнан білетін едім бұларды деп жаңағы өкініш білдіріп жылайды. Міне осы жоқтау, мінекей моңғолдың 13-ші ғасырда айтқан жоқтауы біздің қазақ хандығы құрылған 15-ші ғасырдағы оқиғаның баяндайтын фольклорлық аңызға фабула ретінде алынған. Қандай мақсатта алынып отыр бұл мәселе? Бұл мәселе енді оқиғаның несіне қарайтын болсақ, біріншіден қазақ хандары бөлініп кетіп отырған орда бұл Шайбанның ордасы. Әбілқайыр Шайбан Әбілқайыр 40 жыл билік құрған қаһарлы билеуші. Оның атақ даңқы Дешті қыпшаққа кең тараған болатын. Шайбан Әбілқайырдың өте сондай қаһарлы даңқты билеуші болған. Сондықтан Қодантайшының жаңағы жоқтап отырғаны амалсыз. Енді не істейді? Күштінің аты күшті. Қара Қыпшақ Қобыландының артында Шайбан Әбілқайыр тұр. Өйткені Шайбан Әбілқайырдың негізгі гвардиясын Қыпшақ тайпалары, осы қара Қыпшақ тайпалары құраған болатын. Сондықтан ол билеген ел Дешті Қыпшақ деп те аталды. Міне осы сондықтан Қодантайшы осылай амалсыздан күшінің алдында еш нәрсе дәрмені жоқ. Жаңағы Меңлік Ечке секілді Шыңғысханның алдында ешқандай дәрмені жоқ, істейтін несі жоқ, амалы жоқ. Бала кім теп теңірімен кім күресті, енді күрестің арты осындай оқиғаға ұласты. Дәл сондай күй Қодантайшыда да. Баласы Дайыр Қожа Қобыландымен қызға таласты. Күші көп Қобыланды, оны тіреуі көп Қобыланды, оны өлтірді. Енді міне осылай өкінішпен айтатын жоқтау. Енді егер бізде мынау мәтінге көңіл бөлу мәселелері бізде кеніш қалады. Бізде мәтіндерден бір тарихи оқиғалардың іздеп жататын нәрселеріміз көп болады. Бұл жерде мәтіндерді тереңірек қарау керек. Мысалға жаңағы Меңлік Ечкенің тайыр еткенді томпақтай болған кезден, теңіз дариялары бұлақтай болған кезде деген бірге қайнасқан едім деген сөзді мынау Қодантайшының адасқанын жолға салдық бұл ноғайлы ұлының деген сөз екеуі бір мағынаны білдіріп отыр. Яғни Қодан айтады, Қодантайшы, біздер бұлай қызмет істеген едік бұл ноғайлы жұртына, адасқанын жөнге салған едік дейді. Бірақ осы нәрсе ескерілмеді, осы нәрсе қаперге алынбады деп жаңа баласының қайғысына осындай жоқтау айтып отыр. Сондықтан бізде бұл мәселелерді біз фольклорлық аңыз деп атаймыз. Мынау қазақ хандарының Керей мен Жәнібектің Шайбаннан Әбілқайырдан бөлініп кетуі бұл бір оқиғаның ғана салдары емес деп есептейміз. Оған объективті жағдайлар туындаған. Бұл билік арасындағы талас тартыс. Бұл жаңағы Әбілқайырдың билігінің әбден іріп шіре бастағанды 40 жыл билік құру деген бұл оңай нәрсе емес. Билікті 40 жыл бойы бір тізгінді ұстап отыру қалайда болғанда ұзақ билеген билеушінің тағдыры трагедиялық сипатта аяқталады. Оған тарихта мысалдары өте көп.
Оның бәрін жігі жақсарын аша беру біздің мақсатымыз емес, бірақ объективті себеп Шайбан Әбілқайырдың билігі аяқталар тұсында, азып тозар тұсында қазақ хандары Керей мен Жәнібек бөлініп кеткен. Оны мына Мұхаммед Қайдар Дулатидің еңбегінде де айтылады. Бірнеше бүлік шығарды деп сұлтандар бүлік шығарып, мінекей Шайбан Әбілқайырдан бөлініп кетті деп, содан қазақ атанып кетті деп айтады. Осы мәселе түрлі оқиғалардың, түрлі объективті оқиғалардың тарихында, оның оқиғалардың туған нәрсе қазақ хандығының жеке бөліп шығу. Бірақ фольклор немесе аңыз, жыр оны бір әдемілеп жеткізіп беруге тырысады. Сондықтан көркем құралдар пайдаланады. Мінекей жоқтау айтылып отыр. Жоқтау енді қазақтың ғұрыпты фольклорындағы кең тараған үлгілерінің бірі. Бұл жоқтау адам өміріндегі бір ең бір қайғылы, ең бір ауыр мәселелерге айтылатын жырдың үлгісі. Бұл адамның эмоциясына ерекше әсер етеді. Жоқтау деген нәрсе біздің енді қазақ фольклорында жоқтаудың біраз үлгілері сақталған. Кезінде алаш зиялылары Ахмет Байтұрсынов, Әлихан Бөкейхановтар 23 жоқтау атты жоқтаулар үлгілерінің жинағын шығарды. Сондықтан осы қазақ хандығының Шайбан Әбілқайыр хандығынан бөлініп кетуін фольклор осылай көркемдеп жеткізеді. Оған жаңағы қазақ арасындағы ертеден аңыздалып келе жатқан Қодан тайшы, Шыңғысханның оқиғалары негізгі фабула ретінде алынады. Сол оқиғалар қайттан жаңғырады. Сөйтіп бізге көркем тарихты көркем түрде әдемілеп жеткізіп беру сынды сюжетті оқиға туады. Қай жерде сюжет құрыла бастайды, сол жерде көркемдік, әдіс тәсілдер кеңінен сипаттала бастайды, немесе кеңінен қолданыла бастайды. Осы мәселелермен біз бүгінгі дәрісімізді аяқтағымыз келеді. Мұндағы айтпақ ойымыз бір шығарманың немесе бір аңыздың, бір айтылған фольклорлық туындының негізінде тарих құрау мүмкін емес, немесе бұл дұрыс емес. Тек фольклорлық шығарма тек қана бұл тарихи оқиғалардың көркем жаңғырығы. Көркем деген сөзбен шынайы тарихтың арасында ерекше көп айырмашылықтар бар екендігін біздер ескеруіміз керек. Сондықтан тағы да сөзіміз соңында Қарақұшақ Қобыландыдан ең бар еді құлыным деп айтылатын жоқтау, деп басталатын жоқтау, бұл көркем фольклор, тарихи оқиғаны жеткізу үшін қолданылған әдіс тәсіл, қазақ хандығының қалай құрылғандығы туралы жазба деректер өте мардымсыз, өте аз. Ал енді соның орнын біздің фольклорлық шығармалары осындай үлгілермен, осындай көркемдік тәсілдермен жеткізеді. Сондықтан біз Қодан тайшының осы бір жоқтауын қазақ тарихын фольклор арқылы көркем жеткізудің бір көрінісі деп санаймыз. Жалпы халыққа, жалпы жұртқа көркем фольклор ұнайды, көркем сюжет ұнайды, көркемдеп жеткізу ұнайды. Ал шынайы тарих, шын тарих ол өте күрделі, оны қабылдауда оңай емес, оған тек қана құлақтан алынған зейін ғана емес, оған зерде зейінінде салуға тура келеді. Сондықтан қарапайым халыққа, қалың бұқараға осындай көркем түрде жеткізу өте маңызды саналынады. Соның бір үлгісі Қарақұшақ Қобыландыда нең бар еді құлыным деп келетін кейіпкер. Тағы бір мәселені айтып жіберейік. Мысалға Қадырғали Жалайырдың Жәмият тарихын, бұдан кейін жаңағы
парсы тилинде жазылган жамият табарихты тарихи Рашидиннің Файзуллах Рашидиннің жазған еңбектеріндегі тарихи тұлғаларды біздер тереңірек қарастыруымыз керек. Сол тарихи тұлғалар қазақтың аңыздарының ішінде жүр. Міне соған бір мәселе ретінде мінекей Қодан Тайты Қоңқұтан руынан шыққан кісі. Бұдан кейін мінекей Дайырды айтуға да болады. Бұл да Қоңқұтан руынан деп Жалайырдың еңбегінде болып тұр. Анық айтылып тұр. Таңбаға басылғандай, тасқа таңба басылғандай болып тұр. Осы мәселелерді біздер тарихымызды қарастырғанда ескеруіміз қажет деп ойлаймыз. Сондықтан осымен біздің сөзімізді аяқтаймыз. Кездескенше қош, сау болыңыздар.